Армысыздар, 24 кезет арнасында мәдениет жаңалықтары. Студияда Алтынай Нүгербек. Алдағы 5 минут ішінде мен және менің әріптестерім сіздерге мәдени өмірдің басты жаңалықтарын жеткіземіз. Астана ұлттық сурет галереясында жаңа залдың есігі ашылды. Бұдан былай қала қонақтары мен тұрғындары графика мен мүсіндеуге негізделген туындыларды тамашалай алады. Орталықтағы жұмыстарды біздің түсірілім топта бағалап қайтты. Жаңа залда қалың қауым назарына Қазақстанның бірінші кәсіби шеберлерінің жұмыстары мен отандық мүсіншілердің туындылары қойылған. Бөлімнің тұсаукесері өткен айда болды. Осы уақыт аралығында мұндағы жұмыстарды біраз өнерсүйер қауым бағалады. Зал екі тақырыптық бөлімге бөлінген. Біріншісі соцреализм, яғни Ұлы Отан соғысы уақытына негізделген. Екіншісі тың игеру кезеңі. Қазақстандық шеберлердің жұмыстары тәуелсіз Қазақстанның қалыптасу жолына айқын көрсете білген. 20-шы жылдардан, яғни Қастеевтің жұмыстардан басталады. Себебі ол Қазақстанның бірінші суретшісі. Қазақстанның тұңғыш кәсіби суретшісі, қазақстандық көркемөнер эпопеясы сол кісінің еңбектерінен бастау алады. Графика Қазақстанда әзірге жас, яғни енді дамып келеді. Дегенмен суретшілер біраз деңгейге жетті. Себебі олардың көбісі кеңестік кезеңдегі жоғарғы оқу орындарын тәмамдаған. Экспозицияға қойылған жұмыстардың ішінде Исатай Исабаев, Николай Аштема және Макум Кисамиддинов сынды суретшілердің еңбектері ерекше көзге түседі. Мүсін жасау шеберлері Анатолий Былик, Ескен Сергебаев пен Еркін Мергеновтердің де жұмыстары жоғары бағаланды. Көрме залы әр дәуірдегі тәжірибе жұмыстарын көрсететін шиыршық түрінде жасалынған. Осыған байланысты мүсін және графика бөлімі көркемөнер бөлесінің тұсаукесерінен соң ашылды. Бейнелеу өнеріндегі бұл жұмыстар еліміздің белгілі тарихтарынан сыр шертетін болады. Графика және мүсін залы экспозициясы Әбілхан Қастеевтің жұмыстарынан басталады. Өнертанушының айтуынша тұңғыш қазақстандық графика шебері Қастеев болып табылады. Өзге суретшілердің де еңбектері көрермен қызығушылығын аңғартады. Себебі олар отандық және шетелдік білімді бойларына сіңірген шеберлер. Нақтырақ айтқанда суретшілер Мәскеу, Харьков, Киев және Ленинградтағы оқу ордалардың түлегі. Ал Гюнтер Гөмел және Хакимжан Нарузбаевтың еңбектері өмірлік еркіндік пен мықтылықтың нышаны іспеттес. Шетелдік мәдениет пен өнер әлеміндегі ең маңызды ақпараттарды біздің оқиғалар дайджест айдарынан көре аласыз. Метрополитен опера сахнасында өтіп жатқан танымал қойылым. Бүгін Нью-Йорк көрермендердің назарына Кармен спектаклі ұсынылмақ. Жорж Bizет'нің әлемге атақты операсының тұсаукесері 2010 жылы өткен болатын. Спектакльдің режиссерлік әрі хореографиялық міндетін Ричард Айер атқарды. Басты партияларды көпке танымал Элина Гаранча, Роберто Аланья мен Барбара Фриттоли сынды жұлдыздар орындады. Алғаш рет Кармен 1875 жылы Париждегі опера комик театрында сахналанды. Алайда қойылым сәтсіздікке ұшырады. Көпшілік туындыны ерсі деп бағалады. Ал бас кейіпкер түсініспеушіліктің ортасында қалған болатын. Алайда мұндай пікірлер өзге көрермендердің қызығушылығын арттырды. Артынша 50-ге жуық көрсетілім өтті. Бағдарлама соңында өнер десе ішкен асын жерге қоятын қауымға арналған ертеңгі мәдени іс-шаралар туралы хабарландыру. Лермонтов атындағы мемлекеттік академиялық орыс драма театры «Визит дамы» спектаклін сахналайды. Астана қаласы әкімдігінің мемлекеттік академиялық филармониясы Қазақ ұлттық өнер университетінің орган залында «Зимняя сказка» орыс музыкалық кешін өткізеді. Қарағандыдағы творческая среда арт клубынан суретші Виктор Арендтің жұмысын тамашалауға болады. Өміріңізді тек қызықты оқиғалар мен жақсы жандардың ортасында өткізіңіз. Сіздермен болған мәдениет жаңалықтары. Сондай-ақ бізді 24.kz сайтынан көре аласыз. Аман саулықта қайта жүздескенше.